ажырасуды тоқтататын әдістерді білем. Сол әдістерді қолдансақ, мына ажырасу тоқтайды деген ойдамын. Егер 2 жас ажырасатын болса, екеуі де сотталуы тиіс. 1-2 жыл қыз да, еркек те 1-2 жыл отырып шығу керек. Себебі қоғамға кері әсер туғызған, және де ештеңеге дым кінәсі жоқ баланы қорлағандар үшін, біреу әкесіз жетім қылып, біреу шешесіз жетім қылғандар үшін. Екінші, мына заңды қолға алсақ, қазір ажырасқанда балалардың бәрін әйелдер алып кетіп жатыр. Ажырасқан кезде балалар әкесінде қалады. Міндетті түрде әкесінде қалады деген заң болу керек. Егер де әкесі баланы бақпаймын, баланы алып кете берсін деген талап қана болса, алып кете берсін. Ал қалған кезде шариғи тұрғыда да, адами тұрғыда да бала әкесінде қалады деп шешсе. Үшінші мәселе, Қазақстандағы алиментті алып тастаса, және де жалғыз басты аналарға көмектерін қысқартса, көмектерін бермесе, ажырасу азаяды. Жаман адам екен, қалай сен қасында тұрасың? Ұрады дейсің, соғады дейсің, ішеді дейсің, чат дейсің, жұмыс жасамайды дейсің, бірақ жыл сайын бала туа бересің. Бірақ ақыр соңында келіп ажырасып кетесің. Жаман адамнан бала ешкім тумайды, естеріңізде. Сондықтан жалғыз басты аналарға, яғни ажырасқан аналарға көмекті қысқартса, үкімет көмекті қысқартса, жесір әйелдерге қатысы жоқ. Ажырасқандарға айтамын. Сонда ғана міне ажырасу азаяды. Себебі біріншісі ажырасқан үшін отырып шығады, екіншісі балалар әкесінде қалады, егер әкесі отказ берсе ғана ала алады. Үшіншісінде міне Қазақстандағы алиментті алып тастаса, міне осы 3 пунктті қолданса, Қазақстанда бәрі керемет болады деп ойлаймын. А то тіпті мына ЗАГСке барғанда қосылып үйленіп жатқандардан гөрі міне бүйте ажырасып жатқандар көп та.